Гүлмира ханым, сіздің басқа массаж орталығынан ерекшелігіңіз қандай? Мен бұл осы массаж саласында жүргеніме 17 жылдай болды. Сонда қанша адамдарды былай маған емге келіп жатыр. Соның ішінде менің ерекшелігім бізге массаж студиясына келген не үшін келу керек негізінде. Массаж студиясына бізде көп адамдар қазір заман сондай да стрессті состояниеде жүреді ғой, адамдардың барлығы шаршаңқы. Нерв жеткен кезде біздің денеміздің барлығы спазм ұстап қалады. Тырысып жүргенімізді мысалы, біз жүре алмай жүргенімізді мысалы біз өзіміз де сезбейміз оны. Соны бізге массажға келген кезде адамдардың мына денесі бәрін мынау жазып, сосын денесіне бүкіл суықтардың бәрін шығарып, және бір күн бойы осы біз әдейілеп мен осы кроваттардың барлығын қойдым. Өйткені адамдар даже массаж ала салады үйіне кетіп қалады ғой. Сол кезде ол демалғанын түсінбейді, демалмағанын түсінбейді, состояниеде жүреді. Ал бұл жерде өздеріне бір күн демалыс жариялаған кезінде рахаттанып массажын алып, денесіне суықтардың барлығын кетіріп, жылы кроватта қалған терілердің бәрін суықтарын шығарып, әдемілеп ыстық шайды ішіп, өзі рахаттанып, демалып, және бір күндік демалыстың ішіне не кіреді? Сол кезде жаңа демалып жатқан кезде бізде ми тазалайтын аксессуар жасаймыз. Соның барлығы осы бір күнде бір-ақ күн алған емі оның бір жылға, даже жарты жылға шейін жететін демалыс сыйлайды деп ойлаймын. Өйткені біздің 12 мүшеміздің барлығы бірге жұмыс істейді ғой. Сосын мынау денеге рахат бергеннен кейін, денедегі суықтың бәрін алғаннан кейін, былбырағаннан кейін, және оның дополнительно миын тазартып жүрген кезде адамның басқа да бір тірлік жасауға, өзінің ойы, өрісі, адамның қай кезде мысалы адамның басы жұмыс істемей қалады, ол кезде үйде мысалы үйде болсын, жұмыста болсын, қатты өзің стресс жүретін болсаң, басқа бір нәрсені пландайын десең де оны пландай алмайсың. Өйткені ми оны демалмай тұр да. Сол себептен осы мына игілік массаж студиясына келіп, демалып, ем алып, мына ми тазарту процесі ол сіздің болашақ өміріңізге, болашағыңызға жол ашатын кілт деп ойлаймын өзім. Өйткені әр нәрсені мен өзімнің сезіміммен алып, өзім не сезінемін, мысалы, мен сезіміме алып барып халыққа сондайда сезінсе екен деген ниетпен осындай игілік массаж студиясын ашып отырмын.